Мен Дидар Дәулетұлы. Және тақырып Verbs of the senses. Ағылшын тіліндегі сезім мүшелері етістіктері. Ағылшын тілінде сезім мүшелері етістіктері деп аталатын етістік топтарына қатысты кейбір ережелермен танысып көрсек. Қарапайым түрде айтсақ, сезім мүшелері етістіктері олар sound, taste, look, smell, feel. Ал осы аталған етістіктерден кейін келген сөз adjective болуы керек. Мысалға, sound. It sounds awful. Ол жаман естіледі. Бұл сөйлемдегі sound сөзі сезім мүшесі етістігі, және одан кейін келген awful сөзі ол adjective. Келесі мысал taste. Her meals taste disgusting. Оның тамақтарының дәмі өте жаман. Бұл сөйлемдегі taste сөзі дәмге қатысты айтылуда, ал disgusting сөзі ол adjective. Келесі мысал. Look. She looks beautiful. Ол әдемі көрінеді. Бұл сөйлемдегі look сөзі көруге қатысты сезім мүшесі етістігі, және одан кейін келген beautiful сөзі ол adjective. Келесі мысал. Smell. The meat smells bad. Ет қатты сасып тұр. Ал бұл сөйлемдегі smell сөзі сезім мүшесі етістігі, және одан кейін келген bad сөзі ол adjective. Келесі мысал. Feel. I am feeling good. Мен өзімді жақсы сезім тұрмын. Бұл сөйлемдегі feel сөзі сезім мүшесі етістігі, және одан кейін келген good сөзі ол adjective. Яғни, бір заттың қандай екенін білдіру мақсатында біз аталған етістіктен кейін adjectiveті қоямыз. Ал біз осы 5 етістіктен кейін like сөзін қоятын болсақ, онда like сөзінен кейін бір noun, яғни зат есім қоюға мәжбүр боламыз. Мысалға, she looks like her mother. Ол өзінің анасы сияқты көрінеді. You sound like a broken record. Сенің дауысың бұзылып қалған магнитофон сияқты. It smells like a flower. Иісі гүл сияқты. Яғни біз like қосылған noun құрылымын қолданған кезде бір затты екінші бір затпен салыстырамыз.